Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Fishing Hunting 17 көрермендері. Көрермендердің сұрауы бойынша бүгін сазан, тұқыл балықтарына арналған ілмектерді, шашбаулы ілмектерді дайындаймыз, яғни бойлы жемдеуіштеріне. Яғни бізде өзім қалай қолданам, соны принциптерін көрсетем. Ыңғайлы 3-4 мм қырқып аламыз. Термоусадка, тағы да осының рәзіңкелері болады. Менде қазір бары термоусадка, сондықтан термоусадкамен жасаймын. Екіншіден бізде мұны ілмек күрчек бағана көрсеткеніміз өте ыңғайлы, бағасы да қолайлы. Мінекей осындай. Және мынау фирмасын көріңіздер. Бұл да сол бюджетный қолайлы варианттардың бірі. Бұның сыртында облеткасы бар, қапталған сырда. Бұның қапталған сыртын осылайдан алып тастаймыз. Өйткені бұлсыз жұмыс істеуді ұнайды маған. Олайынан өткізіп боламыз жағаға термонасадканы. Одан кейін бізде осылайынан тұру керек ілмегімізде. Осыны енді ілмектен өткіземіз. Менде резинка болмағандықтан осы термосатканы қолданып жатырмын, сондықтан шамалы маған қолайсыздау болып тұр. Мінекей өткіздік. Термоусадкамыз мынау ұштың, ілмектің ұшының параллелін тұру керек, қарама-қайшы тұру керек. Осындай тәрізді. Сыртынан ішіне қарай киіледі. Мінекей алдын ала кигізіп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде ішінен ілмектің сыртына қарай түсу керек. Міне осылайынан көрініп тұр ғой. Осы шашбауыны біздің мынау стопор дейді, тезегіш деп айтайық. Енді біз тезеуші деп па, тезегіш деп айтайық. Осылайынан өткізушілер өзі қарасаңыздар сымы болады өткізетін. Яғни білмегендерге айтып жатырмын. Білетіндер өздеріңіздің білгендеріңізді қоса кетсеңіздер болады. Қай жерде дұрыс, қай жерде дұрыс емес. Енді бұл жерде әркімнің көзқарасы әртүрлі болады. Әркімнің опытына байланысты, тәжірибесіне байланысты. Осындай тезегіштерді стопор дейді. Осындай тезегіштерді қолданған жақсы көремін. Пластиктен жасалған. Ол үшін біз осы тесетін жағымыздан кішкене ғана осындай бір сызық жасап қоямыз. Бағана басында көрсеткендей, мынау біздің тезегішіміз осы жерге кіріп тұрады, орналасып. Айналып кетпейді, бір жерге ілініп қалмайды, сондай жасырын түрі. Құрметті балық сүйер қауым, егерде балық аулауға сіздерге шлаушан қажетті болатын болса, Шымкент қаласында үлкен мөлшерде шлаушандар бар, калифорниялық шлаушандар. Байланыс номерлерін сілтемеге тастайым. Кіріп Fishing Hunting 17-тен дейтін болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жеңілдік болады. Ал егерде шлаушан бағам деп осы кәсіпке бейімделем дейтін болсаңыздар, осы жерден квадрат метрмен алсаңыздар болады. Барлық бағалары, барлық ұялы телефондар сілтемеге. Көріп отқан ағайындар, міне осындай инелер болады, арнайы. Мынаны қайтарасыздар артқа қарай. Және ортасынан әдемілеп ортасынан шыққан дұрыс. Инеңіз қақ ортасынан шыққан дұрыс. Мінекей осылайынан болды. Келесі біз мынау шашбауымызды өткіземіз былай қарай. Фиксаторын жабамыз.
менің қолданып жүргенім осындай қашықтық маған жетеді. Келесі біз мына жаққа күрмек байлаймыз. 8 қылып. Ұзынға ала беріңіздер. Яғни бұл жерде бағанағы тезегіш тұрады, сары пластмасса. Осылайынан 2 рет орайсыздар. 2 рет орап, мынау тесігінен өткізіп аласыздар. Инемен жасасаңыздар да болады. Арнайы петляларды байлайтын заттар, құралдар болады. Сонымен жасасаңыздар болады. Бірақ өзіме осы ыңғайлы. Мінекей мынау байланды. Кез келген өткіреміз затпен тартып қысып аласыз жақсылап. Яғни мынау басына байланған жемдіктің, бойланған кукуруза жүгерілердің шығып кетпеу үшін қаттырақ сенімді байлағандарыңыз дұрыс. Мінекей мынау артығын мен түбінен кесіп тастаймын ағайындар. Қатты қысқаннан кейін қажеті жоқ. Сулап алсаңыздар болады міндетті түрде мына жақта. Мінекей ағайындар, дайын болып келе жатыр қазір Құдай қаласа. Тартып өздеріңізге ыңғайлы бір арақашықтығын дайындап аласыздар. Мінекей енді бағанағы айтып өткен тезегішімізді саламыз мынайға. Артығын кесіп аламыз. Мінекей керегімізді алып, бір данасын алып тартамыз. Өзінің орнына әп-әдемі болып түсе қалады. Еш нәрсеге ілінбейді. Мінекей ағайындар, қарасаңыздар. Өзіме осы ұнайды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Осыны мынау зат тезегіш не үшін керек? Яғни қысып тұрады бір жағынан. Мынауымыз мынау бетті, мынауымыз мына бетінен қысып тұрады. Мінекей енді ең басты мәселелеріне келеміз. Мына бетке қарай ораймыз. Мінекей 4, 5, 6 рет орасаңыздар жетеді. Өзім 5-6 мәрте ораймын. Осылай орап біткеннен кейін қандай петля жасаймыз. Алтыншы мәрте орадыңыз. Былайына петля жасадыңыз. Ұшына айналып кетпеу керек. Осылайына петля жасап болғаннан кейін не үшін керек екенін түсіндірем. Қазір басында айттым, айналып кетпеу үшін бір орында тұрады. Осы тезігінен өткізіп қысып аласыздар. Омалық петлядан өткізіп бұл ішке қарай өтеді енді. Ағайындар, ішке қарай өтеді. Жақсылап қысып тартасыздар. Мінекей ағайындар, қалай көрініп жатыр өзі сіздерге. Мінекей, яғни мынау шыққан шаш болғымыз, ілмегімізден поводогымыз бір орында, мінекей ортасында тұрады. Бұл міндетті түрде ішке қарай кіру керек. Мына шыққан шаш болу сырт жағында тұру керек. Түсініңіздер ғой? Мінекей ағайындар, жасырын түрде өзінің орнын тапты. Мынауымыз қысып тұрады. Яғни жемдегішіміз, бойлымыз
ары бері жылжып кетпейді. 15 сантиметр көлемінде аласыздар. 8 қылып орап байлайсыздық. Мен бұл жерде 2 рет өткізбеймін, 3 рет өткіземін. Өйткені ең салмақ түсетін жерлердің бірі. 2 рет айналдырдық. Айналдырып кескінді өткіземізді. Мінекей осылайынан тақап тұрып байлап қоямыз ағайындар. Жақсылап қысып тартасыздар. Артығын міндетті түрде қырқып алып тастаймыз. Мінекей ағайындар, дайын. Сазан тұқыл балығын аулауға шашпаулы ілмегіміз дайын. Мінекей.